Вашингтоннан сәлем баршадарыңызға. Міне бізде күн ұясына батып, міне бұл жердегі ораза ұстаған халық ауыздарын ашып алған кез болды. Шамның кезі. Біз міне бүгін бір 10 километр жүріп тастадық, ау шамасы. 10 километр жүріп тастадық. Күн жақсы болды. Әрі қыдырдық. Енді білмеймін қанша лекция сөйледім. Лекцияны енді қатырдым енді бүгін. Содан ары айтта бір айт, мынандай бір жақсы тамаша табиғатта жүріп, ерекше бір шабытым тасып отырып, қазағыма ойымдағы, көкейімдегі бүкіл сөзімді айтып отырып, міне мен тағы бірдеңкені айта алмаған сияқты болып, тағы бірдеңкемді жеткізе алмаған құсап, тағы осы не бірдеңе, бір қазағыма бірдеңе жетпеген құсап, осы нені айтайын деп едім, жаңа осы нені айтайын деп едім деп, осы бірдеңені ұмытып тұрған құсап сөйтіп отырмын. Сөйтсем, бәрін айтыппын. Ашыныппын да, көзіме жас алып та айтыппын, шабыттанып та айтыппын, еркелеп те айтыппын. Кәдімгі өзім сыныпты айтыппын, жұмсақты айтыппын, қатты да айтыппын. Айтпағаным қамапты. Ең соңында бір нәрсені мүмкін миллионшы мәрте айтсам да аздық қылмайтын шығар, кемдік қылмайтын шығар, айтайын деп тұрмын. Миллионшы мәрте айтсам да кемдік қылмайтын сөзді айтайын деп тұрмын. Мен жақсы көрем қазағым сені. Жақсы көрем, жүрегімнің түбімен жақсы көрем. Тұтас тұла бойыммен жақсы көрем. Басыңнан бақайыңа дейін жақсы көрем қазағым. Ең жаман, ең сұмырай қазағыңның өзін жақсы көрем. Мен тіпті мені күні-түні тоқтаусыз жамандап, мені сотқа сүйреп 10 жыл түрмеде шірітем деген қазағыңды да жақсы көрем. Себебі оның ұрпағы ертең қазақтың жер үшін жүрегін жұлып беретін азамат болуы мүмкін. Мен әр қазақ менің жалғызым дейтін қазақпын. Қазақтың табанына кірген шөгір маңдайыма кірсін деген қазақ. Осы қазақтың намысы үшін, еркіндігі, теңдігі үшін, адам құсап өмір сүру үшін, адамдық құқы үшін, тау келсе сүзіп, тас келсе шайнап, ұстаған жерде қолым, тістеген жерде тісім қалған қазақ. Бүкіл дос, туыс, туған, жора жолдас безіп кетсе де, тың дос, тың туыс, тың жора жолдас тауып, қазақтың еркіндігі мен теңдігі үшін күрескен қазақ. Жаласына да, бәлесіне де ұшырап, сотына да қалып, 3 мәрте қылмыстық іс қозғалып, жарты жылға жуық түрмесінде үй қамағында отырып, көрмегенді көріп, татпағанды татқан қазақ. Мен қазақты сүйемін. Ендеше қалың елім қазағым, қара орман жұртым, алты алашым, аман бол. Миллионшы мәрте осы сөзімді айтқым келеді, аман бол. Мен қазақты сүйемін. Мен амалым жоқ сүймеске. Себебі Құдай мені қазақ қып жаратты. Сүймейін деп те амалым жоқ. Кектенейін деп те кектен алмайым. Бейне әкең кім болады, шешең кім болады деп Құдай бізден сұрамағаны сияқты. Бейне сен қай ұлт болып өмір сүресің, жапондық па, американ болып өмір сүресің ба деп сұрамаған сияқты. Менің қандай отбасында дүниеге келетінді, сіздің қандай отбасында қандай ұлт болып келуіңізді Құдай бізбен ақылдаспаған сияқты. Бізді қазақ қып жаратып қойды, сондықтан қазақты сүймеске амалымыз жоқ. Ендеше сол қазақтың бақыты үшін, қазақтың шынайы бостандығы мен еркіндігі, теңдігі үшін, қазақтың бай-баяшатты, демократиялы, әділ, азат өмір үшін баршамыз күресейікші. Құрметпен Серікжан Біләшұлы, аман сау болыңыздар.